Армысыздар, құрметті көрермен қауым. Менің есімім Қайрат Қызарына және мен туған елге тағзым өлкетану байқауының қатысушысымын. Осы видеода шығармашылық жұмысым жайлы қас қалпында айтқым келер еді. Көріп отырғандарыңыздай мен ұлық көшбасшы, епті саятшы хан Кенесарыны бейнеледім. Осы тұлғаны салу кенеттен қабылданған шешім емес, керісінше ұзақ мерзімді жоба болды. Былтырғы жылы кофемен салу мен үшін алғаш рет болған. Мені Ганбат Бадамхан атты моңғол суретшінің жұмыстары шабыттандырды. Ол әскери стилистикада салып, озбыр қуат пен батырларды дәл бейнелейді. Осы кезде әскери стилистикада салу идеясы келді. Тарихқа келетін болсақ, Кенесары хан басқа қазақ ақсүйектері сияқты дала тәрбиесін алды. Ол жастайынан бастап организаторлық және лидерлік қабілеттерімен ерекшеленді. Сол себептен қоршаған адамдардың құрметіне ие болды. Ұлы көшбасшы 1837-1847 жылдардағы қазақтардың ұлт-азаттық қозғалысын басқарды. Сол кезде Ресей империясының ықпалы мен күші зор болды. Хан қазақ мәдениеті мен тілін бірінші орынға қойып, осыларды қалай болса да қорғауға тырысты. Оның сарбаздары үнемі әскери дайындықтан өтіп, ұлттық көтерілістерде зор күшке ие болды. Сурет салу үдерісіндегі бірінші қадам жалпы көріністі суреттеу болды. Көріп отырғандарыңыздай ең бірінші қабатты кофемен бояп, оны кептіремін. Содан кейін мен силуэтпен жұмыс жасаймын, яғни көлеңке түсетін жерлерді бояймын. Мұнда сіз ханның атқа мініп, жыраққа қарап отырғанын көре аласыз. Кофемен жұмыс жасауда ең бастысы түстердің ойыны және қол қозғалысының жеңілдігі. Міне, соңғы нәтиже. Бейнелеу өнерінің қабаттау мен шашырату әдістері қолданылды. Кофе арт бағытында жасалған жұмыс дайын. Маған бұл суретпен жұмыс істеу өте ұнады. Әсіресе қою кофенің консистенциясы жұмыс істеу қызықтырды. Ал ең бастысы, мен қазақ халқының ұлы көсемі Кенесары ханның тарихын білуге және онымен бөлісуге қуаныштымын. Жетекшім Балдинов Дулат Мырзатаевичке ерекше алғыс жолдаймын. Әзірге бәрі осы, сау болыңыз.